ішіп кинодағыдай бірге күлейік, шайға кел, шайға кел. Армысыздар, бізде бүгін шайдың қыздары жобасының кезекті саны. Жақсылап жайғасып, қолдарыңызға шайларыңызды алып, шайдың қыздары қандай шай ішіп отыр десеңіздер, Медина шайын ішіңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі эфиріміз өте қызық болмақ. Қалайсыздар өздеріңіз? Қайырлы күн. Біздің жобамыздың ерекшелігі, мен ұмытып кетіппін, бірден өзіме кірісіп кетіппін. Ерекшелігі бізде 3 жүргізуші бар. Көрермендерімізге қызық болу мақсатында әр жастағы жандар жүргізушілік тізгінін атқарса екен деген оймен 3 жүргізуші отырмыз, осы жүргізушілік міндетті атқарамыз. Сұрақтарыңыз болса хабарласып жазыңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Көңіл күйлеріңіз? Біздің көңіл күйіміз өте керемет. Енді біздің ана Ашайдың қыздары деген парақшамыз бар ғой. Сол парақшамызға көптеген сұрақтар келеді, әртүрлі сұрақтар келеді, неше түрлі тақырыптарды қозғаймыз осы жерде. Біз жалпы шай ғана отырып алып жатқан жоқ, шайымызды ішіп, жалпы қоғамда болып жатқан әртүрлі тақырыптарды қозғап, әрқайсысын шақырып, керемет қонақтарымызбен шақырып, керемет ақпараттар беріп бөлісеміз. Әртүрлі поколение, жастар, орта жоғары деген сияқты әртүрлі әрқайсының ой өрісі. Шай ішсең көңілің жай табар демекші. Шай ішіп отырып барлығын шешуге болады. Адамның ызасында, ашуында. Ашуланып тұрсаң шай ішсең ыстық басыласың. Сол сияқты ол шайдың көмегі көп. Өткен жолда айтқанбыз, шай деген адамдардың ауыз біршілігін бірлестіретін, жұмыс бабымен болса келісім шартқа отыратын барлығы шайдан басталады ғой. Сол сияқты мысалға шетелге барсында сені міндетті түрде шайға шақырады мысалға. Тіліңді білмей жатса да переводшылар әкеп шайға шақырады. Сол сияқты бұл шайдың әңгімесі көп қой, негізі таусылмайтын әңгіме ғой. Дұрыс айтасыз. Жаңа өзіңіз айтқандай, әр буын. Бұл жерде енді өзіміздің жобамызда 40+ дегенмен де 18+, 20+ барлық қыз-келіншектерге, тіпті ер азаматтарға да қызық тақырыптар қозғалып жатады. Әр эфиріміз сайын қызулана түсуде, баспана тақырыбы, отбасы тақырыбы, қоғамда болып жатқан жағдайлар, жаңа өздеріңіз айтқандай. Енді бүгінгі жобамыз, бүгінгі түсірілімімізде сәтті өтеді деген оймен эфирімізге келген қонағымызды шақырайық. Кім келді бүгін қонаққа? Әнші, психолог, филолог, құдай тағы не дейді? 5-6 маманның кітапта жазған көп балалы ана. Ең бастысы. Сүйгенінің сүйіктісі. Сүйгенімен қол сасып сахнада да бірге, өмірде де бірге, өнерде де бірге. Мотиватор. Менің. Сіздерге білесіз бе, оның өзінің қойып алған аты бар, негізі құжаттағы тегі ондай емес екен. Кішкентай кезден әкесі әдем ат қойып қойған Сұлтанша дейді. Олай болса эфирімізде Қарлығаш Сұлтанша. Бізде қонақта. Өте қуаныштымын. Қош келдіңіз. Шай ішіп кинодағыдай өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай бірге күлейік. Қарлығашымыз ұшып келіп, мұна жерде жарқыратып жіберді. Жарқ ете қалды. Жалпы жаңа бір нәрсені ұмытып кетіппіз, нағыз нақты мамандығың? Мен негізі сол 4 маман есімін дипломмен, өйткені енді жолдасым мені 13 жыл үйде ұстаған. Өйткені ең бірінші мен енді өзім Түркістан қаласының тумасымын. Оған сіз куәсіз. Үйде ұстаған деген кішкене тереңірек айтып кетсеңіз. Тереңірек айтайын. Сіздің өз еркіңізбен бе? Жоқ, өз еркіммен дегенде ең бірінші жаңағы мен енді Түркістан қаласында ағылшын маман факультетіне түскен болатынмын. Одан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін енді алып қашып кету деген бар ғой енді. Бірақ енді әрине келісіммен болды, бірақ дегенмен де ол кезде ағылшын факультетіне түсу деген өте қиын болатын. Сөйте тұра мені жаңағы енді белгілі бір себептерге Алматыға кеттік. Содан мен оқуға 4 ай бармай қалған кезде мені отчисленияға жібереді. Содан мен ана мамандығымнан айырылып қалдым былай қарағанда. Ол кезде жаңағы енді адамның білімі болмаған екен, білімді болмау деген нәрсе адамға көбірек құн төлетуге алып келеді. Сондықтан да жаңағы академический алу деген нәрсе ойымда болмаған екен да. Содан Алматыға келіп тұрып мен айтамын, Қуаныш, мен оқуым керек. Оқымаған әйел, ол менің анам көп айтатын, оқымаған әйел ол жаңа төменгі әңгімені айтады. Оқыған адам мен оқымаған адамның екеуінің
несі жаңағы ой өрісі, сөйлеу мәнері екеуі екі бөлек болатын деп. Оның ортасы да бөлек болатын. Дәл сол сияқты Алматыға келгеннен кейін бір балалы болдым, екі балалы болдым, бірақ ренжеймін, сен мені шығармайсың, сен мені оқуға жібермейсің деп. Бірақ енді өзі әншілерге ән жазады, солардың әндерін өңдейді. Негізі әнші емес па мамандығыңыз? Менің әнші емес па дегенде, мен енді мектеп кезінде Атырауда оқыдым негізі. Жартысын Түркістанда, жартысын Атырауда. Атырауда оқып жүрген кезінде Дина Нұрпейісова атындағы өнер академиясы болған. Сонда жаңағы мен 3 жыл оқыдым да, соңына дейін аяқтамай. Сіз аяқтамауды қатырдыңыз? Солай аяқтамайды, бірақ кез келген мамандықты іліп алып кетеді. Одан кейін мен 4 мамандықты аяғына шейін бітіріп тұрмын ғой. Фундамент бар ғой. Содан 3 жылды оқып, сонымен Атыраудан тоже кетіп қалдым. Сөйтіп Түркістанға келіп, жаңағы мамандыққа түстім, сөйтіп жүріп Алматыға келдім, сөйтіп Алматыға келіп, финансист маманына түстім. Ол кезде жаңағы үйде әншілер жүреді, әншілер жаңағы. Оны аяқтадыңыз ба? Қайсыны аяқтадым? Финансист аяқтадым. Одан кейін СДУ университетіне келіп, жаңағы ол кезде жаспын. Ол кезде Гүлзира әпкелер, как раз сол кісілердің тұрған үйінде біз тұрыппыз. Гүлзира әпке келеді жаңағы Қайратқа, как раз сол кезде ән жазатын. Сол кезде айтады ғой, мынау біздің үй ғой дейді да. Андай приват, не дейді, общага болған ғой. Сол кезде Гүлзира әпке келетін жаңағы. Семинар. Тура біздің бөлмемізді алыпты. Өзі 2 бөлме болатын. Сол сіздер тұрған бөлмеде? Біз тұрдық. Біз тұрған, бізде біреу ұйықтайтын, біреуі жаңағы өңшен қайнылерін жататын бір бөлмені беріп қойғанбыз да. Өйткені Қайратқа деп басында алдым, бірақ маған всегда вот қайнылерім толып кететін. 5 қайным тұратын ше. Жақсы жеңге болып тұрсыз ғой енді. Өмірімде өзім болып шай ішкен адам емеспін ғой. Сонымен барсам қуаныш 2-ші бөлмесінде студия ашып, ән жазып отыр. Қайраттың алғашқы әндерін сөйтіп басып кеткенмін сол жерде ше. Кейіннен әпке ұрсады ғой, сен бұзық едің ғой осы дейді да, өйткені. Енді өзі 2-ақ бөлме. Өзің жас отбасысың. Мен айтамын ғой, Қуаныш аранжировкаңды бітір деймін ғой, жаңа сөйтсем. Мені кішкентай қалды. Барам да автоматтан барып өшіріп тастаймын ғой. Әжептеу жазатсаң, қарлығаш өшіріп қой дейді да. Мен айтамын, не деген қатын бұл деп та. Дейтін енді. Не деген бұл сіздің мінезіңізден қорқайын деді. Сіздер кішкене түсінбейді екенсіздер деп. Негізі Қуаныштың мамандығы? Ол оқымаған. Ол табиғи дарынды, осылай. Ол маған айтады ғой, бір жерге барсақ, сіз қай мамандықты бітіргенсіз, немесе қазір қыздар оқуға түсіп жатыр, сол кезде сіздер туралы ақпарат сұрап жатыр, сіз қай жерде оқығансыз десе, мен дала мектебін бітірді деп айта сал дейді, анаң туралы жаза бер, анаңдікін 4-еуін жазсаң болды дейді ғой. Ең бастысы сүйікті мамандығыңызбен айналысып жатсыз. Айналысып жатыр. Менізге қатты риза болғанымды білесіз бе не? Сол 20 жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз ба? 18 жасында. Сол кезде оқудан шығып кетсеңіз де қайтадан түсіп. Еш нәрсе кеш емес. Нәрсе кеш емес. Соны сіз ерте ойланғаныңызға риза болып тұрмын. Және сіз өзіңіздің таңдауыңыз бар, мақсатыңыз бар, соған дөп түсіп, сол мақсатыңызды орындап, осы күні бақытты ана, бақытты мамандық иесі, адал жар болып келе жатсыз. Көпке үлгі Қарлығаш ханым, тағы да қош келдіңіз. Шайдан алайық. Ал шайдан. Ендігі кезек біздің Медина шайы. Медина шайын құятын кезек келді. Америкаға бардық қой, Америкаға да арза болғам Қарлығашқа ше. Ерінбейді ғой. Қуанышты алдына сабылады да, ойбой. Анау видеоға суретке түсіп, ана жерде неше түрлі дүние жасау үшін барлық жерге барып үлгерді ғой. Өз самолетке ұшатын алдында да соған дейін деп барып жаңа видеоларын жасап сөйтіп келіп тұр ғой. Мен қалып қоймайма, мынау уайымдамайма, мынау қандай адам деп шын келіп отырды. Негізі Қарлығаш сіз сияқты, өзіңіз сияқты пысықтардың қатарына жата ма, жоқ әлде? Ой, бізден асқан пысық. Қандайдың несіне жатады? Маған қатты ұқсайды. Сізге ұқсайды, мәселен көп ұқсаттым өзіме ше. Ана сіздің барып үйіңізге тұрғанына қарағанда мен ойлап отырмын, кейде біз ырымдаймыз ғой, біреудің үйін алып, біреудің сол үйден шыққан екен. Гүлзирапке көрген сайын айтатын. Көбінесе біз ырымдаймыз ғой, біреудің машинасын, даже тіпті баяғыда жаңа аузына түкіріп берші деп балаларымызды айтамыз ғой. Үлкен кісілердің, домбыра ойнайтын күйшілер келіп жатса, жазушылар келіп жатса, осылай ырымдайтынбыз. Сол сияқты ырымдаған ғой, бірақ өзі білмеген ғой бұны. Енді кейбір сен енді психологияны да оқыдыңыз ғой енді. Сол психология жағынан жаңа түпсана жағынан деп айтып жатады. Сонда бұл қыз сіздің орныңызға барып тұрып, сіздің жолыңызбенен жүріп келе жатыр ғой енді. Енді сен айтқасын ойланып тұрмын негізі рас. Өйткені мысалға менің әрбір жеңгем бір-бір қызының аузына түкіртіп алғанда маған бұрын
қайрат болмай тұрған кезден бастап солай да, жаңағы қайынсіңліңіз пысық деп түріп жіберші деп сөйтіп алып келетін. Олар уже бойжетіп кетті ғой, тұрмысқа шығып кетті. Одан кейінгілер де бар. Сонда ана именно мен түсірген қыздар ана сонша бала шағаның ішінде ерекше да. Соны өздері мамалары мақтанады да, саған түрткеніміз жақсы болды, мынау пысық, басқаша, бұл мүлдем басқаша дейді да. Қай-қайсысының қызын көрсін де сондай да. Сол сияқты мінекей қарлығаш біздің ең алғашқы тұрып кеткен жаңағы семейный жатақханамызда тұрды да. Бірақ өзім қарап отырып таңғалдым, қалайша маған соншалықты ұқсайды деп та. Мінезі, міне көрдіңіз ба? Қай жерден айтады ғой, сен маған ұқсайсың, сен маған ұқсайсың деп ше жаңағы әпке айтып отыр. Тірлігі бәрі менің жас кезімде есіме түсіреді да. Пысық еш нәрседен қайтпайды екен содан кейін ше. Мен бір емес бірнеше жұмысты алып жүре беретінмін ғой, сол сияқты. Сіз сияқты қараңызшы, бірнеше жұмысты алып шығып жатыр. Маған бір қызық болып тұрғаны, осы кейінгі кездері кітаптарды да жазып, қыз келіншектерге өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғалармен байланыстырып, жақсы мотивация беріп жатырсыз, Енді сол жаңағы әртүрлі мамандықтармен жаңағы дипломдарды бітіріп тамамдадыңыз ғой енді. Бір жағынан финансистсіз, бір жағынан музыкалық біліміңіз де бар, сауаттылығыңыз бар. Одан кейін жаңағы Алматыда қайсысын оқыдым дедіңіз? Сүлеймен Демирел университетін оқыдым. Университетін. Ол жерде менің ойымша тілдерді оқытады, жаңағы ол жерде филологияны бітірдіңіз, ағылшын тілден де барсыз, яғни түрік тілін де білесіз. Жалпы сіз жан-жақты болып отырсыз. Сонда осылардың барлығының бір істі, семьяны, отбасын алып шығу үшін барлығының көмегі тиеді ме екен? Тиеді. Тиеді, әрине. Мысалы мен шашырап кетпейсіз? Жоқ, шашырап кетпеймін. Әр нәрсенің өзінің орны бар ғой. Дәл сол сияқты бұл алған білімнің де, мысалы, алып атырым жаңағы Шымкент шоудағыдай білім алдым деген бір приколдар бар ғой. Сол сияқты маған үйдегілер айтады, неге оқи бересің? Үйде жаңағы қайныларым әншілер жүрген кезде соларға баламды тастап қойып сөйтіп оқып келетінмін жаңағы. Өйткені жаңа общаганың қасында Сүлеймен Демирел деген университет болды сол кездері. Сол кездері жаңа үйге әншілер келеді, жаңа әппақ шубыны киіп бәрі бүйтіп келеді. Мен айтам, хорошо деп жаңағы. Сөйтіп жаңа қасымда қыздар айтатын, көресің мен әнші болам дейтінмін ғой жаңа. Мен жұлдыз болам дейтінмін. Таксиге мінем бірақ өзімше жаңа ғана. Сөйтсем қасымда қыздар сол енді общагада араласатын қыздар ғой жаңа. Сөйтсе, мына Сүлеймен Демирел университетінде байлар оқиды дейтін. Не байлар бізден қай жері артық дейтінмін ғой жаңа. Өзім бірақ квартирада тұрамын да жаңағы. Өйткені сөйтіп жүріп Алланың құдіретімен не нәрсені айтасың, не нәрсені сөйлейсің аузыңнан, сол нәрсе өміріңе келеді. Сөйтіп сол Сүлеймен Демирел университеті үлкен болып салынып, біз Қаскелеңнен сол кезде үй салып, жаңағы не істеген кезде сол университет Қаскелеңге көшіп келеді. Дәл сол Қаскелеңнен қасында жүріп, сол универді мен немен бітірем, очный барып отырып бітірем да. Сонда аузымыздан шыққан сөздің барлығы болады ғой. Адамның қиялы ғой. Оқыдыңыз ба? Оқыған жоқпын. Оқымадым. Көрдім қанша бала шағасы болып тұрып. Бала шаға деген сылтау емес қой. Енесі отыратын мен барған кезде, сол жерге де салынатқан кезде бардым ғой кезде де. Енді қуанышты мен көп іздеймін екен оның жаңа жазғаны, бұрыннан жұмыс жасағасын бәрі де іздеп тұрам да. Сонда апаң жаңағы енең ғой енді сол бала шаға қарап жүреді жаңағы. Жер үйден салынатқан кез мысалға ше. Сонда сол кезде де білем, жаңа жатақхана тұрып жатқан кезде де баратынмын, енді мен бұл кісілермен өте тығыз араласамын. 22 квартира ауыстырыппыз сонда. 22 квартираны ауыстырып жүріп, сосын барып сол үйге қол жеткізіппіз. Сонда бір мен квартирантпын-ау, мен бірінші үйімді алып алайын деген нәрсе болмады. Алға тарта бердіңіз. Алға тарта бердім. Тек мен сол сәтпен өмір сүру деген нәрсені сол кезде ұқыппын ғой. Енді бәрінде басында бар ғой, енді әр әйелді шықсаң, әр әйелдің өзінің бір тарихы бар, айтары бар деген сияқты. Жаңағыдай мамандық бір-біріне мешать етпей ма дегендей, ешқандай мешать етпейді. Әркім сенің жаңағы бір жерден жарқырап шыға бастаған кезінде бәрі айтады, ой, сен де шықтың ба деп, мен әнші болып шығам деген кезде барлығы айтатын, енді сен қалдың ба деп. Не боларын білмей жүр деп па? Не боларын білмей жүр деп айтады. Бәрімізге дәл солай ғой. Содан енді әншіліктегі жан-жағымызда жүрген ағаларымызда айтатын, ой, қазір дуэт те көп, әнші де көп, таслақтарсаң әншіге тиеді, сендер қалай шығасыңдар деп айтатын. Мен айтам, Алланың ризығы таусылған емес. Әркімнің өзінің жасаған еңбегінің ғана нәтижесін көреді деп. Сол нәтижесінде бір 3 жылдың ішінде Алланың қалауымен шықтық. Әнші болу сіздің арманыңыздың бірі болды ма? Болды. Өйткені мен Түркістанда
үлкен мәдениет үйлерінде жүргізуші болып солай жүретінмін. Сахнада жүрдіңіз Сахнада жүрдім бұрыннан. 18 жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз, 19 жасыңызда ана атандыңыз, иә? 20 жасында ана атандым. 20 жасыңызда. Содан кейін жаңағы 7 жыл үйде отырдыңыз. 13 жыл үйде отырдым. 13 жыл? 13 жыл үйде отырдым. Ешқандай жұмыс істеген жоқсыз, табыс тапқан жоқсыз. Мен сонда мені үйден шығармаса да мен универге барып келіп жүретінмін, бірақ сөйте отырып мен айтатынмын, Қуаныш, мен саған көмектесейін, біз бұдан да күшті үйде тұруымыз керек деп. Сөйтіп үйде кірпік жабыстыратын, үйге шақырып қыздарды. Сөйтіп мен айтатынмын, менің салам қай нәрсеге менің қолымнан келеді. Мен кірпік саласын бітіріп сөйтіп оқыдым. Содан біздің үйіміз енді жас кезде 22 жасымызда салған екенбіз үйімізді. Сөйтіп жүріп жаңа кірпікті жабыстырып жүріп, мен иығым ауырады. Ол енді оның да өзінің қиыншылығы бар ғой. Мен Қуанышқа айтамын, Қуаныш, сен де компьютердің алдында отырасың. Компьютер деген адам энергиясын сорып тастайды. Мен де мынада отырамын. Мен барынша саған көмек берейін деп, жаңағы бір күні сөйтіп жүрген кезде үйіміз жұмсақ жерге салынған екен. Сөйтіп енді біздің қателіктеріміз ғой, енді адам жүре келе, иә, жастықтың несі де бар өзінің. Сөйтіп үйіміз кішкене трещина болады. Сол кезде мен айтамын Қуанышқа, Қуаныш, ана енді әркім ақыл айтады, үйді қысып сатып кетіңдер, астына бір нәрсе қойып кетіңдер, сөйтіп сатыңдар мына үйді дейді да. Сонда да клиент келеді, мен айтамын, Қуаныш, жоқ, барлық нәрсе алдыңнан келіп тұрады. Біз сияқты көп балалы ана келіп осыны сатып ал, бар ақшасына келіп осы үйді сатып алады. Бірақ кейін балалардың үстіне құлап па, үй бір нәрсе болып жатса, біздің өмір бақи алдымыздан жолымыз болмайды деп. Сонда сол үйді 700 мың теңге үйді бұздырып алдық. Бірақ Алланың құдіреті шексіз ғой. Екеуміздің қалтамызда ақшамыз да жоқ, басқамыз да жоқ. Бірақ енді мен ана финансист болғаннан кейін ақшаға кішкене есебін біліп тұрамын. Сол кезде запас алайық деп арғы келесі ауылдан жер алып қойғанмын. Сонда Қуаныш сөйтіп жаңағы бұзылып не істегеннен кейін Алланың құдіреті ғой, енді 8 айдың ішінде 3 этажды коттедж тұрғыздық. Онда көрдім. 20 неше жастасыздар ол кезде? Онда көрдім 3 этажын. Ол кезде кейін оны балабақшаға жібердің, иә? Қазір балабақша болып істеп тұр. Аллаға Не шүкір. деген пысықтық, алғырлық. Енді қараңызшы. Мысалы, әйелің алғыр пысық болған жақсы ғой, иә, өмірде. Кейде айтады да, бұл жерде енді сіз Қуаныш деп қана отырған жоқсыз. Ол түсінікті, базарға бардыңыз, құрылыс материалын тасыдыңыз, құрылысшыларға тамақ жасап бердіңіз, өзің басынан өткен дүние ғой. Мысалы, еркектің де әйелдің де жұмысын жасай бердіңіз. Осы күні сол жұмыс жасай қалсаң, кеше әлеуметтік желі шығып кеткенде, сен еркек болып кеткенсің, немесе сен күйеуіңнің мамасы болып кеттің. Осы сізге де көп айтылады, мен байқауымша. Содан кейінше былай ғой, Сіз өйткені оны өз парақшаңызға жазыңыз, ашық түрде жазды. Сол үшін қойып жатыр, ыңғайсыз сұрақ болса да. Жоқ, ыңғайсыз нәрсесі жоқ. Өйткені парақшада мен қалай бар, солаймын. Ойыңыз айтыңызшы осы жерде. Көбінде жаңағы мен әйелмін деп бүйтіп қойып отыра беруге бола ма, болмай ма? Не болып кетті заман? Жоқ, қазір әркім әрқалай ғой. Жоқ, негізі көп әйелдер осылай ойлайды. Болмысына байланысты. Көп әйелдер еркегімнің артында жүре берсем болады деп ойлайды. Бірақ Аллах тағала саған өзіңе жеке потенциал береді. Сен егер сол потенциалды күйеуіңе жауып ашпайтын болсаң, саған сынақты бере береді. Сол адаммен сені сынап қояды да. Иә. Сол үшін әркім мейлі күйеуің табысын миллионер бола қойсын, табысты қырып таба қойсын, бірақ бәрібір де сенің өзіңнің келген осы өмірдегі адамның миссиясы бар. Адамның миссиясы өмірден өткен кезде тоқтайды. Оған дейін адамның өмірлік адамдарға пайдалы болу керекпін. Адам пайдасыз адам жоқ, барлық адам пайдалы. Сондықтан да міне осы жерде отырғанымыз өзі әркім өзіне керегін алып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан бұның өзі пайдалы деп ойлаймын. Мысалға көбінесе арасынан бізді сөйлеп қояйық екеуге. Шайды көшіп қойды емексіңді. Шай ішіп кинодағыдай, өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай, бірге күлейік. Бұны сізге де айтады, мөлдірге де айтуы мүмкін. Ертең тағы бір қыз келіншектеріміз, сіңілдеріміз солай жолдасына көмектесіп, отбасын тұрғызып атса, тағы да айтуы мүмкін да. Ой, сіз жаңағы күйеуіңіздің мамасы болып кеттіңіз деп. Мысалы, мына жерде Гүлзира әпкеміз отыр, иә. Бұл кісіге кешке шейін жолдасына да қарады, баласын да көтерді. Баласына керісінше жаңағы анасының мамасы, баласы дегенді де айтып жатыр. Бірақ қарап тұрсаңыздар, баланың артында анасы да тұрады, үлкен-үлкен жігіттердің, азаматтардың артында білімді әйелдері де тұрады, иә. Сонда сұрақ қойған, жаңағы осылай деп айтып жатқан адамдардың барлықтары әлі өспеген болып көрінеді маған. Ал енді қарлығаш қонақты тыңдайық осы мәселеде. Сол қалай мысалы, иә? Мысалға, жаңа көбісі ақша кім тауып атса, соның ақшасына үңіледі. Сосын оның әйелін азғыра бастайды мысалға да. Или баласын азғыра бастайды деген сияқты көбіне азғыру бізде, өсек айту.
мысалға әйел болсын, әр адамның өзінің нәпақасы бар, өзінің жаңа ризығы бар ғой. Бір адамға қадалып, мынау маған бермеді, бүйтпеді деуге болмайды да. Өйткені біреудің күйеуі табады, біреу таба алмайды. Мысалға әр адам әртүрлі ғой. Сол себепті сен таба алмай жатыр ма, сен өзіңнің күшін көрсет. Өйткені қарап отырсаңыздар, қазір әйелдер де үй тұрғызып, жан-жағына көмектесіп, көлігін де алып, бәрін жағдайын жасап, күйеулерінің аяқтан тұрып кетуіне де көмектесіп жатқан қаншама әйелдер бар. Ал соның барлығын неге көрмейді мысалға, жаңағы тек қана маған бер деп отқан әйелдер ше. Сол үшін әр адам өз күшіне қозғалыс жасаса, ол бір жаңа күйеуінің шешесі болып қалмайды ғой. Ол негізі дұрыс емес нәрсе. Біреуді өсектегенше лучше, көрдің бе, қаншама жұмысты меңгеріп отыр, қаншама білімді оқып отыр, сөйтіп әйтеуір күйеуіне поддержка беріп, бала шаға, қазір неше бала шаға болды сенде? 6, иә? 6 бала шағасын ертең мысалға келешегін уже ойлап отыр. Дұрыс айтасыз. Мен сізбен толықтай келісемін. Жаңағыдай бір адамға қадалып алып, сол бізге бермеді, маған бермеді дей беруге болмайды екен да. Жаның бар ғой мысалға, әйелсің ба, ер азаматсың ба, қазір бүкіл адамға жұмыс жасауға мүмкіндік өте көп. Қаншама әйелдер көріп отырсыздар, бизнесмен, небір әйелдерді. Сол сияқты мықтысың ба, басың хат жасайды ма? Жұмыс жасамайсың ба? Өсек айтқанша. Дұрыс. Ал қонағымыз не дер екен? Енді жаңағы мамасы болып кетті, мамасының баласы дейтін адамдар, сенен төменірек адамдар. Оны айтатын адам солар ғана. Ал сенімен биік, сенімен ой өрісі тең адамдар сен туралы ондай нәрсе айтпайды. Мынау қандай мықты жан еді, мынадан мен не нәрсе үйрене аламын. Мен мына адамның дәл осылай шығуына, оның мысалы әр адам шыққан кезде оның личный бренді қалыптасады, оның артында қаншама жұмысы бар, көрінбейтін жұмысы бар деген сияқты ғой мысалы. Мен осы адамнан не аламын деген ойда болады. Сондықтан анау айтатын адамдар олар всегда болады. Жоқ, бұл жай тығылып отқан парақшалар емес, ең қызығы жаңа талдау жасап жатқанда өзінің бетін ашық көрсетіп қойған, мен психологпын деп жаңғыртып айғайлап тұрған парақшалар, нумерология деген дүниеге қарайды, жасаған іс-әрекетіміз, аузымыздан шыққан сөзіміздің бәрін былай деп айтты, стоп дейді да. Бұл жерде мамасының рөліне кіріп кеткен. Былай деп айтты, мынандай деп кеткен деп жатыр. Қазақстан сен қазір оларға ешкім диплом берген жоқ қой, жаңағы нумеролог, өздерін істеп алады. Мен сондаймын деп жасап алады да. Мен мысалға өткенде қоймады маған бір әйелді, мен бір техникам бар, көз тимейді, бүйтем деп. Маған түк әсер еткен жоқ мысалға да. Сол сияқты мысалға ол өзін сайлап алған, мен сондаймын деп та. Көп адамдар оған сенеді, осындай екен ғой деп. Может ол аяқ астынан өзі бір шипасын тауып қалу мүмкін өзіне да, басқа жағынан. Бірақ анау емдеді екен деп соған табынып кетеді да. Сол сияқты. Дұрыс қой, сізге ештеңе өтпейді, себебі сіз бәрін жұмыспен, еңбекпен, қандай қиындық болса да соның барлықтарын жасап, көрсетіп, дәлелдеп тастағансыз. Бәрі сен шығатын кезде айтады ғой солай. Сен андайсың, сен мамасы болып кеттің, мына сөз сөйлеп қалсаң сен бүйтіп қалдың деп. Негізінде енді шыққанға дейін бәрі сен туралы айтқыш болады, жазғыш болады, тискіш болады. Бірақ шығып сен бір белгілі бір дәрежеге жетіп, белгілі бір жетістікке жеткен кезде, жетістікті әркім әрқалай сөйлейді, ойлайды. Мысалы, жетістікке жету деген нәрсені бір байып кету емес ол. Сенің қазіргі отырған деңгейіңнен келесі бір деңгейге шығу, оның өзі уже жетістікті. Сондықтан жетістікке жетіп жатқан адамдарды айтатындар көп болады, және де андай ол туралы жаңағыдай айтат, кейін сені танығанына олар сонымен мақтанады ғой. Бір жағы мен ойлаймын, бұл керек дүние. Сен туралы айтқандарды, жаман айтуда тек жақсы айта беру міндетті емес қой. Өйткені сол айтқанға қарап сен ашуланып тұрсаң да, бәрібір миыңда қалып, сен соны түзеуге тырысасың да. Сол үшін жаман айтатынды адам керек, әр нәрсенің қайыры бар дейміз ғой. Ол болмаса сен өспейсің. Сол үшін айтатындар айта берсін деп қоя салу керек ше. Гүлзира ханым, сізге тартқан кім? Қарлығаш ханымның бірнеше дипломы бар екен. Сізге тартқан екен. Ал енді сізде қанша диплом бар? Менде 2 диплом бар. 2 диплом. Қандай? Мен анау Забастовканың кезінде оқыған қызым ғой негізі. Біріншін шын айтайын, екеуінде оқығанмен біреуінен шығып кеттім. Сол кезде оқудан шығу керек болды. Азвидан шығып кеттім. Одан кейін барып строительінде оқыдым. Енді строительный өзімнің мамандығым емес негізі. Қазір мен енді продюсер болғасын, маған ол мүлде ұнаған да жоқ. Бірақ ол кезде оқуға түсу керек болды да.
сосын қай оқуға түсуге болады деп соны айтып ыңғайлап түсе салған болмаса, маған ұнамаған, бәрібір де ұнамағасын ол жөнінде істегім келмейді ғой жұмыс, сол себепті ұнамаған бір оқу еді маған. Бірақ барлық қарлығашқа қарап отырсам, барлық мамандық финансист десе қазір тапқан табысыңызды реттеп отыратын қажет болып жатыр. Тағы басқасы шетелге шықса, ағылшынша, түрікше сөйлей салады. Америкаға шыққан кезде де қуанышты алып алдым да 4 штатын аралатып келдік қой. Не істеген кезде де. Иә, зулда. Гүлзира апа, сен қайда кетіп қалдыңдар деп звондаймын. Қоя тұрыңыз, біз Вашингтонға кетіп қалдық деймін ғой. Сен мені неге тастап кетесің деп. Тіл білетін адам керек қасында. Тіл білетін адам сізді тастап кеткен екен ғой. Ал енді әншілік жағынан сұрағымыз көп болып тұр. Сұраңыз. Дуэттеріңіз бар, Қуаныш Қарлығаш. Қуаныш мырза қанша әншілердің бағын ашып, қанша хиттердің себепкері болған жан. Жаңа айтып отырсыз, аранжировка жасағанда кейде шыдамым жетпей, ана цветті жұтсайын деген мен көз алдыма келді да. Дұрыс. Ол да дұрыс. Үйдің бала шаға өсіп жатыр, ұйықтау керек деген сияқты. Өзі өнер деген нәрсе өз түн ішінде шабыт ашылады ғой. Өзі бала шағамыз жоқ, енді жаңағы менің тыныштығым керек, мен сұлтаншамын дедіңіз ба? Жаңағы сұлтанша деген. Бітірамай атсақ, келетті тоқ сұрып кетеді да. Еркеші. Қазір кешірім өтінемін сол. Түсінбеймін. Қайрат екеуіңіз барасыздар. Қайрат барамын өзі Қайрат 17-те Қайрат өзі. Үлкен аңыз Қайрат Нұртастың сол жерде өсіп жазып жатқан қайдан білдіңіз деңізші. Қайраттың бастапқы әндері ғой 17-те өзі Қайрат. Қазір ровно 20 жыл болыпты. Сосын бір әнге екеуміз таласып қалдық. Қайрат екеуміз. Гүлзира апке алып келетін жаңа Қуанышқа әндерін ше. Сосын Гүлзира апке алмаймын деді. Сосын Қуаныш айтты, мына әнді Қарлығаш сен айт деп. Күз болғайың деген. Қазір әміре айтып жүр ғой. Сөйтіп екеуміз бірге Гүлзира апке айтты. Алмайтын болып қалды. Сонымен мен айтатын болып қалдым. Bir кезде Гүлзира апке қайт звондап тұр деп айтып жатыр да жаңа. Мына әнді біз алатын болдық деп. Ойбай, мен Қуанышқа Қарлығашқа айтып қойдым, Қарлығаштың көңілін қалай сындырамын деп айттым дейді да Қуаныш. Сонымен онда екеуі дуэт айтсын деп айтты дейді. Апке дуэт айтсын деп жатыр дейді. Жарайды, давай онда дуэт айтайық. Сөйтіп екеуміз сол дуэтті айтамыз. Ол кезде екінші қызыма аяғым ауыр 2 айлық. Кім Қайратмен дуэт айтты? Қайратмен бірге. Республика сарайына Қайратпен бірге концертке шығарамын ғой сөйтіп Қарлығаш сол кезде. Сіздің қолыңыздан сондай дүние үлкен концертке шығарып, бұл кісілер ән жазады, бірақ мінез көрсетіп өшіріп тастайды. Жоқ өзі мен танымайды ғой. Білемін ғой. Сол кезде білдің бе осындай Қайраттың осындай болатынын, анасының өстіп сүйреп. Оны білгенде светті өшірмейтін еді ғой. Мен ол жерде адамның бір атағына, басқасы, мен өйткені үйде кенже болған өскен адаммын. Мен неге сұлтанша деп атады деп жатырсыздар, менің әкем айтатын, сен ешкімге ұқсамайтын менің авторлық дизайнымнан шыққан қызсың деп айтатын. Ол да әйелдің, қыздың самооценкасына үлкен рөл береді. Ол жаңа мына қазіргі біздің еркектердің беріп жататын бізге сен мындайсың, мындайсың. Маған ол қызық емес ше. Менің әкем маған беретін нәрсені бәрін беріп тастаған. Мен мойнында өскен қызбын әкемнің. Бұл сенімділікті шығар. Сенімділік. Әкенің балаға берген сенімділігі. Әке қызды қолдаса, қыз өте мықты болады. Беті қайтпайтын болады жұмыстан ше. Мысалға тура сондай ғой менің әкемде мысалға менің бетіме адам сөйлетпейтін. Менің қызым қазір жаңағы ертең менің қызымды телевизордан көресіңдер, журналдан оқисыңдар деп айтатын көршілерге. Мен ол кезде тазикке шығып алып тұрып анау өлең оқып беріп сөйтіп жүретінмін да, қонақтар келсе ше. Сол кезде менің қызымды журналдан көресіңдер, телевизордан көресіңдер деп соны ойлайтын, телевизорге кіріп шықсам болады екен. Шай ішіп кинодағыдай, өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай, бірге күлейік. Қайрат Нұртаспен ең алғашқы осы күні Қайрат Нұртаспен дуэт айту әр әншінің, әр қазақстандықтың, жастың да үлкеннің де арманы. Менің өзім Қайрат дуэт айтамыз ба дегенде айтамыз деп айтқаны үшін риза болып қуанғам. Өзім арнайы парақшама пост қойып қойдым. Қайрат маған уәде берді, қалай сенші деп. Мен оның алдында мынандай күдікшіл келіншек деген ән шығардым. Өйткені Жарылқасын Дәулетовтың күдікшіл келіншек. Әр әйел мысалы күйеуі бір жақ кеткен кезде күдіктеніп отырады. Жаным, қояйық бәрін деген сияқты. Бірінші сол әнім шығады. Ол әнім жақсы тарай бастайды. Содан жаңағы екінші мақсат деген болады ол кезде. Мақсаттың тоже бір әндер шығады. Сосын мақсат деген дуэт болды. Солармен Мақсат Ынтықбаевпен бірге дуэт айтам. Сөйтіп сосын Қайратпен айтам. Сөйтіп Қайратпен бірге шығам. Сөйтіп халық деген білесіздер ғой. Қайрат ол кезде ешқандай қызбен дуэт айтпаған. Мен бірінші рет айтып не істейді. Сосын жаңағы бәрі айтады ғой. Ойбай, Қайрат Нұртас әйелін көрсе бастапты деп өсек таратады ғой. Сөйтіп Қуаныш айтады, сен Екіқабат деп еще екіқабат деп сөйтеді ғой. Сосын еще как раз ол кезде әпке сырымды қолдап сөйтіп жүрген болатын. Сөйтіп сырым бір күні звондайды.
Қуанышқа Қарлығашпен мені Талдықорғанға тойға шақырып жатыр. Сосын Қуаныш ойнап $1000 деп айта салады. Сөйтсе ана кісілер хорошо деп айтты дейді да. Сен қай жаққа баратсың? Отыр деп мен содан отырғызып қойды. Содан 5 бала туғаннан кейін барып шықтым ғой. Сол сәтте кішкене қызғанып қалды. Қызғанып қалды. Былай қызғаныш сен болған ақша жоқ таппай па? ақ қой деді маған. Сенің ақшаң маған керек емес деді да. Қарлығаш, былай қызғаныш болған жоқ па? Бәрімен дуэт айттың. Яғни мақсаттағы мақсатпен айттың, қайратпен айттың. Ол қызғанатын болса мен ол айтқызбас еді, өзінің қолында тұрған зат. Қуанышпен айтқан жоқсың. Мүмкін сол жоқ, Қуаныш ол кезде ол артында отырған, сол аранжировка жазып отырған. Сосын мен айттым, мен шығайын десем шығармайды енді, жеке әнші болмай-ақ қой деді. Сосын мен айттым, онда екеуміз шығайық. Мен қашанғы біреумен дуэт айтып жүре беремін. Бір күні анамен айтамын, бір күні мынамен айтамын, давай екеуміз шығайық. Мен айтам ғой, сен болашағыңда сен аранжировка жазып отыра бермейсің. Әр нәрсенің өзінің дәуірі бар. Сен өсу керексің ары қарай деп ше. Сосын жаңағы Америкаға барған кезде Джейлоның студиясын аралап келдік. Ол жерден үлкен не алып келдік, ол жерден ұсыныс алып келдік. Енді айта берсең әңгіме көп. Бір ән ояқта $10,000 екен. Оны да ойласып келділер. Біз келсе қалайда соған бассақ деген ой кетті. Сосын мына жерде қараңыздаршы, бұл жерде Қарлығаштың ақылдылығы ше. Жаңағы басқа әйел болатын болса, басқа келіншек болатын болса, мені шығармадың деп кеуде соғып, елдің алдына бүйтпей қалдым, сөйтпей қалдым деп көзін жасын ағызып халықтың алдына қайта-қайта шығатын еді да. Бұл әдемілеп ақылмен жаңағы Қуаныштың өзіне екеуміз шығайық деген кезде ол уже бұның шыққысы келіп тұрғанын түсініп тұр. Және өзін еркін жере салмайды, өзінің жаңағы көзінің алдында бұның арманын орындай отырып, жаңағы бірге шығатын болса, ол сенімді түрде соған қарсы келген жоқ та, көрдің бе? Бұл жерде бұл ақылмен ұтып алып шығып тұр. Тура мен осы оқиға бір есіме түсіп кетті. Маған осы сауда жасайтын кезінде келін шықпасын, қазір деген саудагерлер деген бұзылып кеткен ана деп үлкен қайнағамыз біраз жолдасыма сөйлепті да, неге жүр ана межребазда кілем іздеп жүріпті, мұнда жүріп деп, мен Алматыға алып келіп андай импорт товарлар өзі бренд демейміз, импорт дейтін товарлар жоқ та, алып кетесің ба, сразу студенттер жаңа барахолка сразу алып кетеді 3 есе бағасына. Соған қалайда Алматыда ұялсам деген ой ғой енді. Сөйтем жасамасын деген ғой, сауданы жасамасын деген. Ал енді саудаға енді айта алмаймын, мен сөмке ақша келем да, оны қояйын десем қоя алмаймын. Сол кезде не істедім десеңізші маған, жолдасыма айттым, өзімнің қайным бар тұғында, оны қазір бәрі біледі, инстаға көп шығады, Тұрмыс деген келіні бар, Өркен деген көбінен боламын. Сол Өркенге айттым, ол кезде ол 1-ші курс па, студент, Өркен, сен үй алғың келе ма деймін да, я дейді, машина алғың келе ма, алғың келеді. Онда менің қасыма еріп жүрші деймін да. Өйткені ол туған Қайынбикен баласы ғой. Түнде сағат 12-де самолет келеді, иностранецтер, түнгі сағат 3-4-те біз товар алып келеміз. Сол кезде мен 3-4-те есік қағып тұратын болсам, конечно, қайнағаларым көп келеді да, арам ойлап қалады ғой, неғып жүрді келін түн жарымда деп. Соны ойлап отырып, жаңағы өкпемді қолыма ұстап, деп бажыламайын деп, жаймен ғана қайнымды ақылмен ғана жүр деп алып шықтым. Зато ол да үйлі болды, ол да көлік алды, студент болып жүріп ше. Барлығының көңілі тыныш, жолдасым да маған сеніммен қарайды, өйткені қасында інісі жүр. Көрдіңіз бе, көптеген әйелдердің осыған ақыл жетпей қалады да. Мен деп жаңағы тәкаппарлық танытып кетеді. Тәкаппарлық танытудың орнына осылай ақылмен жеңуге болады мысалға ше. Әйелді айтады ғой, әйелді ер ұстамайды, әйелді ар ұстайды деп. Әйел болашағын көріп тұрады. Шешем менің көп айтатын, әйел 3 жылдығын ойламаған әйелден без. 3 күндігін ойламаған еркектен без деп жаңағы. 3 күндігін ойламаған әйелден, 3 жылдығын ойламаған еркектен без деп айтып отыратын. Сонда сенің түп қалтаң болу керек. Ақша сенде запас тұру керек деп үнемі сөйтіп айтып отыратын. Қазір бізді сөйтіп айтып отыратында аналардың жоқтың қасы болып бара жатыр. Неге? Өйткені мына Инстаграм, әлеуметтік желі, жоқты бар етіп көрсету, сол сияқты болам деу, білімнің алмауы, бәрін жаңағыдай өзіңмен біреуді салыстыру арқылы көп нәрсе құндылық кетіп бара жатыр. Сондықтан мен көп әйелдерге айтар едім, білім деген нәрсе сені любой нәрседен алып шығатын нәрсе. Білім алыңыздаршы, білім деген ол адамды сен қаяқта үйіңді су алып кетсе де, сен біліміңді алып күнделікті болып жатқан бір оқиғаларды айтайын сіздерге. Қазір көбіне блогерлер мысалға бірінші жылайды. Ана ашып қалсаң парақшаны жылайды. Сосын айтады, мені өстіп жаңағы енем қорлады,
Одан кейін күйеуім ішіп келді, ұрды тепті, в общем, ақша таппады, амалым жоқ, мен амалсыз айырылысып кеттім дейді да. Сосын айырылысып кеткеннен кейін әбден қиналдым, қор болдым, ақша таппай. Соңында сауда істедім дейді дағы. Енді қараңыздар дейді да, фук, уже коттедж, керемет машина. Бірақ олар мысалға бір айға жалдап алады екен да, коттеджді. Сөйтіп 1 жылдық съемканы түсіреді. Сонда не? Сабағын сату да. Сабағын сату үшін мысалға халықты алдап, соған біздің ақымақ қыздар ана өздері ажырасып жүрген, не істейтінін білмей миы ашып жүрген, ақшаны қайдан табатынын білмей жүргендер, соны ананың содан білім алып, мен де коттедж аламын, мен де үй аламын дейді дағы, ақшасын анаған береді да, өзі ақшасыз қалады. Мысалы мен өзімде қаншама қыздарды, мысалы кәсіпкерлерді, эксперттерді шығарам, мысалы да. Бірақ мен оларға айтам, барлық нәрсеге, мысалы кім сияқты болғың келеді, бірақ сен соның артындағы жұмысына дайынсың ба деп сұрақ қоямын. Өйткені барлық нәрсе бірден бола қалады деген нәрсе ол болмайды. Сені X2, 3-ке жайлап өсесің деймін да. Жалпы бізді осы нәрсенің барлығына апарып жатқан, сол адамдардың курсын сатып алуға барып жатқан не? Олардың білімсіздігі, көзінің жабық болуы, адамды тани алмаулығы. Жалпы айтады ғой, Сайтмұрат Давлатовтың мына сөзі бар, үйдегі әйел дейді да, егер бос болмау керек. Үйдегі әйел бос болса, оның айналысатын ана будет заниматься сериалами и будет заниматься шмотками дейді да. Былай қарасаң, ол өзіне керек емес нәрсені айтып жатыр да. Әйел білімді болса, ана соның еркек, бәрі мен мысалы айтам, ана білімді болу керек, әйелдер тарихта қалуымыз керек, соған біз еңбек етуіміз керек деп айтам да. Өйткені бала сенен 80% алады, өйткені сенің көкірегіңде емеді ғой. Сенің көкірегіңді ему арқылы 80% сенің қаның барады. Әкесі ғалым болсын, басқа болсын, әкесі неге еркектер емес әйелдер деп айтады ғой жаңа. Ол қайда барсаң онда бар, ол солай. Табиғат. Ол білім дұрыс айтасыз, тамырыңды жарып шыққан баланың. Қорқыныш. Дұрыс айтасыз. Енді кеуде енді 62 тамыр келіп тұрған жер ғой, сол жерден сүттің отқан екен, міндетті түрде ол баланың көбісі нағашына көбірек ұқсайды. Адам білім алмаса, сол білім алмағаны үшін құн төлейді. Отношениемен, банкроттықпен, білмеген нәрсесі үшін адам құн төлейді. Одан да білімге ақшаны құйып, содан кейін барып тірліктерін жасаңдар деп айтар едім. Жас келіншектерге, жас қыздарға, мысалы біз бірінші айтып жатамыз, іс-әрекет жасаңдар деп, іс-әрекет жасаңдар, бірінші оқыңдар, сосын кейін жұмыстарын істеңдер, ары қаратай көре жатасыңдар деп. Іс-әрекет жасайды, сосын амал етеді, сосын ол жерде тағы да бізде айла деген бар. Амал, айла жасаңдар дейді, Оны өзіміздің ата-бабамыз да айтқан, аналарымыз да айтады, ағаларым да, әпкелерім де айтқан маған. Сонда мына айла деген нәрсе әйелдің қай жерінде және де бұл қандай істермен көріну керек, болмаса көрінбеу керек. Менің ойымша айла деген нәрсе жаңағы Гүлзира әпкеміз айтқандай зиянсыз қас қабағына қарай отырып, мысалы қас қабағына қарап отырып, өзіңнің қалап отырған ісіңді жасатқызу немесе бірге жасау, бірге көтеру, ебін табу. Әйел қаласа істейді оны. Қалай болады? Қалау керек. Әйел қаласа істейді. Жоқ, айласын табады. Қалап істейді, біреулер айқай шумен жұрттың бәрін шулатып жасайды. Ақылсыз адам да. Ақылды адам, ол миы жететін болса, ол бәріне соның жете алатын болғасын, ақылымен әп келеді. Күйеу болсын, өзінің отбасына болсын, өзінің ата-анасына болсын, ақылымен айла деп. Сол айласымен ақылымен алып келеді. Енді бәрі бірден ақылды болып кетпейді, ол үшін сол білім алу керек қой. Білім алу керек қой, былай қарағанда ол бәріміз де бірден ақылды болып, қазіргідей сайрап отырған жоқпыз ғой. Бәрінің артында бірақ білесің ба, ананың өсиеті, ананың айтқан сөзі бәрібір қыздың құлағында қалады же. Ол көбіне анасына да байланысты. Аналар да білімді болу керек дейсіз. Мен бағанадан бері айтып отырмын. Аналар білімді болады, қонақтың соны жалғастырамыз. Білім тақырыбы өте жақсы қозғалып жатыр. Қорқыныш неден қорқады деген бар. Қорқыныш білімнен қорқады екен. Өз қорқыныштың да қорқатын дүниесі бар екен. Сөйтсе ана ол дегеніміз, адам бір жаққа кездесу келе жатса, ол адам менен де артық білімді ғой. Қазір бір қандай да бір арамызда келіспеушілік болып қалып жатса, ол менен жеңіп кетеді ғой деген қорқынышпен келеді екен. Білімді мыңды жығады, встречают, по уму провожают дейді. Білікті бірді жығады деген мақал осыдан шыққан екен. Олай болса, біздің көрерменнен сұрақ келіп түскені екен. Оқиық. Сәлем бердік. Дальше. Сәлем бердік. Қазақтың қайсар қыздары. Көп балалы
батыр анамын, 7 бала шағам бар, 2 баламның денсаулығы жоқ. Бірі ЗБР, екінші баламда аутизм. Маған көмек керек, не істеймін, шарасызбын. Балаң ауырғанда өзім ауырсам екем деп ойлаймын. Қандай ақыл кеңес бересіздер? Ең бірінші қателік, мен балам ауырмай өзім ауырсам екен деп неге біз тілеуіміз керек? Алланың ризығы шексіз. Алла балаңды жазам десе жаза салады. Мен өзім 2020 жыл балам онкологиялық диагноз қойылды. Мен де сол кезде ғаннан бастап сені тани бастадым. Негізі, парақшада. Шыны керек, мен сол кезде менің жанымда ешкім қалған жоқ. Сол жаңа үйіме әнші болып келіп жүргендер, үйім кішкентай тар болса да, жаңағы "Ты куда, Одиссей" деп аттап-аттап өтетін, сөйтіп жататын да, мысалы ана бөлмеде бәрі бүйтіп жататын жаңағы. Кім қазақ эстрадасында кім бар? Бәрге біздің үйге келіп солай жататын. Сонда мен ойлайтынмын. Мен мысалы сол балам ауырған кезде карантинде болып қалды. Менің бұл кезде уже енді әншілікті бастап келе жатқан кезім, әншілігім де тоқтады. Музыкалық мектебім бар еді, өзіме здание сатып алғам. Оның барлығы тоқтады. Сонда мен өзімді балам ауру деп жылаған жоқпын. Балам менің ана жерде көз алдымда солып бара жатқанын көріп, Аллах мені қанша менің білімім бола қойсын, қанша менің бизнесім бола қойсын, бәрін жауып тастады да, бір-ақ сәтте мені өзіммен кездестірді. Мен, значит, өзімнің миссиямды алып жүруім керек болды да. Мен сол жерде отырып, Инстаграмды үйретіп, Инстаграмды біреулер біреудің қызығын көру үшін, біреудің өмірмен кім біреумен ажырасып жатыр ма, біреу қосылып жатыр ма, соны көру үшін таңдайды да. Ал біреулер өзіне білім, ол жерде сату, ол кәдімгі базар, рынок. Ол жерде біреу ақшасын жасап жатыр, табысын тауып жатыр да, мысалы. Сол кезде мен сол нәрсені рынок қылып жасап, соны елдерге 2000 теңгеден отырып сатып, баламды Стамбулға, мен бізді шығармайтын да, 75 күн бойы сол неде жаттым, сол кезде кітабымды бастадым. Ана әйелдерді көріп отырып, біреуі ана онкологиялық больницадан, біреулер баласымен шығады, біреулер баласыз шығады. Сонда мен аналарға қалай көмектесе аламын деген нәрсе болды да. Сосын жаңағы фотосессия жасайтындармен келсем, стилистермен келсем, аналарды балаларымен бірге суретке түсіріп қалсам ғой деген ниетім болды да. Сонда енді карантинге байланысты кіргізген жоқ. Мен енді ол кезде Қаскелеңде тұрам, ортаға блокпост қойып тастады, тамақ келмейді, аптасына бір-ақ рет келеді, жаңағы үйден салып жібереді, үлкен ана әскерге кететін сумкалар бар ғой, сондайға салып жібереді бір рет. Өйткені бала химияны жегеннен кейін қарны ашады. Анау керек, мынау түнімен ұйықтамайды. Ол 24-те 7 неде жатады. Сөйтіп Аллахтан сұрадым, Аллахым, егер мен саған түкте еш нәрсе қиын емес қой, мен міне осылай тұрмын, маған тек еңбек берші, мен істеймін. Бірақ мені тек қана біреудің қолына қаратпа, сбор аштырма, маған тек жұмыс бер, Аллахым деп, Аллахтан күн-түн дұғамды тілеп, Алланың қалауымен 75 күн жатам сол жерде, жаңа кітабым басталады. Сонда менің өзімнің потенциалымды ашып тұр ғой ана жерде. Израильге жазам, Израиль мен $100 000 шотыңда бар ма, содан кейін ғана сөйлесемін дейді. Мен айтамын, бар деймін. Ана баласы үшін бәріне барады. Балам ауру, ана ауру дегеннің барлығы ол негізі сылтау. Значит, бізге келген барлық сынақтың артында сіздің Алланың берген потенциалын ашпай тұрғаныңыз үшін сондай сынақтармен сыналамыз. Сондықтан балам ауру, анау деген нәрсені сылтауратпаңыз деп ойлаймын. Білімін жетілдіріп, жан-жақты ізденіп. Ол ашылмай тұрған нәрсесін ашқысы келіп тұр Аллах Тағала. Мысалы, сен үлкен, мысалы ауру арқылы, сынақ арқылы. Біз үлкен ақшаны қалаймыз. Бай болғымыз келеді. Жеткізіп бара алдың ба? Түркияға барғанын білемін. Түркияға бардым, 75 күннен кейін Алланың қалауымен әйтеуір адамдарды себепкер қылып, қалтамызға 4 миллион ақшаны алып кеттік. Сонда жаңағы енді апартамент қой ол жерден. Сөйтіп жаңағы бәріміз отырамыз, біреу медицина саласының, біреу жаңағы тағы басқа саладағы, бәріміз бірге отырамыз. Сонда жаңағы біреу айтады, повар, бір тәте повар екен бір жердің. Менің коллективім 4 миллион берді. Менің коллективім. Сосын қуанышқа жазам ғой. Менде коллектив жоқ па бізде? Қуаныш, сен жазсаңшы деп. Сөйтіп ол жерде Ерғали Әбдірайымов деген кісі, Купс деген ішінде белсенді болған. Сөйтіп сол кісіге мен айттым, сен чатқа жазба, ұят болар дедім. Өйткені әркімнің өзінің проблемасы бар ғой. Сол кісіге бір ауыз ақыл сұрап көрші дедім. Сөйтіп сол кісіге жеке шығып айтып еді. Қайдан, ана жерде ақша жоқ қой. Мақпал Жүнісованың өзі кеше мынандай кислородқа 70 000 теңге берді. Ол қаяқтан сенің балаңа береді деді маған. Сосын қуанышқа айттым, сен ары қарай жазба дедім. Содан мен блогымды жүргізе бердім, күнде Инстаграм жүргізем. Сөйтіп отырып мен жаңағы халық деген ол кезден азын-аулақ подписчик жинағанмын. Енді мен үйде отырып блогты бастағанмын, өйткені мен филолог болғаннан кейін жазбаларымды жазам. Соның барлығын өміріммен естеп отырмын. Сөйтіп халыққа мен прямойға шығам, солармен әңгімелесем. Сөйтіп жүріп мен реклама аламын, 50 000 теңгеден реклама алып жүрдім. Сөйтіп сол кезде менің жаңағы прямой эфиріме жазды. Сен қазақтың жалғыз қызы баласы ауырып жүрген. Неге Айнұр Тұрсынбаева хабарласпайсың деп. Қайша Керей деген қазақтың қайсар қызы бар ғой, неге хабарласпайсың деп. Мен ұялдым. Мен жазсам,
менен ақша сұрайды деген ниеті бар шығар. Ойлайды ғой енді кім болса да баласы ауырған кезде. Бірақ менің жаңағы сол кезде Инстаграмды оқытып жүрген кезде енді Айнұр әпкенің психологияны оқып жүргеннен кейін маған жаныма сол кезде мен үшін ақша емес, менің бүйтіп арқамды қағатын, Қарлығаш, сенде бәрі жақсы болады деген мен бір адамның қолдауын күттім да. Бірақ маған бар жақтан отказ келді. Бірақ мен сол отказдарға қазір рахмет айтамын. Өйткені мен ешкімді кінәламаймын. Өйткені мен сол адамды мен өзім пірім тұтып кетер ме едім да. Ал мен қазір ешкімді пірде тұтпаймын. Мен үшін білім ғана мені алып шықты деп айтамын. Енді жаңа әңгімеңіздің аяғы қалай болды? Айнұр Досбаевамен қайша кереге хабарластыңыз ба? Хабарластым, бірақ ол кісіден ответ алмадым. Оқыды. Мен енді жоқ, онда тұрған не бар? Жоқ, онда тұрған ешнәрсе. Ол қалай болды? Ол солай болды. Сол сәтте солай болған шығар. Ол кісілер қанша адамдарға көмектесіп келді ғой. Жоқ, ол дұрыс емес сен айтып жатқаның. Ол кісілерге миллион адам хабарласады да. Оның бәріне көмектесетін Құдай емес. Сол Құдай емес. Біз өзімізде қаншама адамдарға бере алмаймыз. Жоқ, мысалы қазірде маған мыңдаған адам жазады мысалы. Мен де оның бәріне жауап бере алмаймын. Сондықтан мысалы біз ойлауымыз мүмкін. Оның басындағы нәрсе бұл маған неге өйтпеді деп мен сол кездегі білімім болса мен сол кезде ренжір едім. Жақсы. Потому что сабақ болды. Қуанып жатырмыз. Шай ішіп кинодағыдай, өмір сүрейік, шай ішіп кинодағыдай, бірге күлейік. Егер сенде сондай сынақ болмаса, адам еш уақытта жетістікке жетпейді. Жеңіп шықпайды. Сол үшін ондай бізге отказ да керек, жұрттардың теріс айналғанда керек. Оның бәрі керек не? Бәрінің қайыры бар артында. Біздің өзіміздің келесі бір сатымызға өсуіміз үшін, елдерге пайдалы болуымыз үшін Аллах тағала бізді 3 нәрсемен сынайды да, жалпы. Бізді өсуімізге итермелейді. Бірінші ұялтады. Біреуден жаңағы бірінші басымызды сипалап айтады. Біреуден естиміз, сізден естиміз, мынау істеу керек еді, мынандай болу керек. Сен шықсаңшы, сен керемет мамансың ғой деп біреуден естіртеді. Ал біз оны кейде құлағымызбен, қой, мен туралы айта береді ғой өйтіп деуіміз мүмкін да. Мысалы, мен қайда, ондай маған қайда деп өзімізді құнсыздандыруымыз мүмкін да. Келесі жол ұялтады. Өзіміздің білімсіз ортада сөйлей алмауымыздың өзі, білімге мысалы білімнің қасында сен сөйлей алмауың өзі, осы нәрселермен бізді ұялтады. Үшінші осындай ауыр халмен алып келеді да. Сен үшіншісінде өзің үшін өзгересің да. Сол үшіншісін күтпей тұрып әрекет жасаңыздаршы деп айтамын. Дұрыс айтасыз. Мен ешкімге өкпем жоқ. Айнұр ханымға да, Қайшаға да, олардың да өзінің проблемасы бар. Дәл менің де қазір сондай нем бар өзім басында. Маған да біреу қазір көмектесші деп жатса, мен де 1000 адамға жетпеймін. Ол нәрсе не? Мен қайта айтады ғой, спасибо моим отказам, что мен қазіргі осы дәрежеме жетуіме ол кісілердің отказ беруі дұрыс болды. Солай қабылдаңыздар. Сіздер де қазір Инстаграмда елдің бетінде жүрген адамдарға анаған жаздым, ответ бермеді, анаған жаздым, маған баламды постына салып бермеді, сторисіне бөлісіп бермеді деген нәрселер бар ғой. Қандай тура менде де болды ғой. Солға айтып отырмын ғой, Майра Ильясоваға бардым, Қыдырәлі Болмановқа бардым, анаған бардым, наған бардым деп ше. И ең соңында осы жігіттер тобының концертіне барған кезде өтейін десем, ана жұрттарды өткізіп отыр екен охраналар ше. Содан кейін барып әуремадым, шығып кеттім да жол бойына жаяу кетіп бара жатырмын ойладым ше. Сосын ойладым, Ерғали менімен жас екен. Ол да ауылдың жігіті. Негізі ер азаматтардан әйел адамдар пысық болады ғой. Мен неге оның алдына барым керек? Адамның істеген адам істейді. Мен неге балам үшін өзім жүгірмеске деген сол кезде ой келді маған ше. Әйтпесе мен енді шоу-бизнестен мұрныма иіс бармағаннан кейін мен істей аламын деп ойлаған жоқпын. Сосын баламды көрсетіп дискларын алып әрқайсысын апарамын да, олар ана кішкене баланы тыңдағысы келмейді ғой енді. 17 жаста ол тыңдау үшін атағы шығып қою керек, сосын барып тыңдайды. Тыңдағысы келген жоқ, ешкім қарағысы жатқан жоқ. Бірақ олар сол кезде менің барып тұрғанымды білмейді да олар. Потому что мен сияқты мың әйел барады ғой, танымал болмағаннан кейін, ол кезде олар мен танымағасын, олар білмейді да қазір мысалға. Есіне түсіре алмайды да. Сол себепті мен оларға рахмет деймін ғой. Сол кезде солар жарайды деп алғанда мен жүретін едім ғой, сабақтарына қатысып, баламды әурешілікке салып деп та. Енді анасынан артық балаға ешкімнің жаны ашымайды ғой. Қайтсем пайдама деп ойлайды ғой, мысалға қандай продюсер болса да. Бұл жерде жаңағы сол адамдардың бұл нәрсенің қорытындысы сол отказ бергені сол мені шыңға шығарды деп ойлаймын. Соларға қайта рахметімді айтамын осы кезде қарсы келгендерге ше. Бұл нәрсенің қорытындысы ешкімге міндетті емес. Әркім өзінің арбасын өзі сүйрейді. Бір көмек сұрағанда, біреу ақша бермей жатса, ол сіздердің шыңдалуларыңызға деген сөз. Сол себепті еш уақытта өкінбеңіздер, ол адамды жек көрмеңіздер. Әркімнің өмірі өзіне. Сен дайын болған кезде кімге не керек, соның бәрі келеді. Өйткені бізде мысалы простой примермен қарасақ, баламызды тоғы ашық бір бөлмеге алып барып өзін жібермейміз ғой.
бәрін бірінші жабамыз, оған амалын жасаймыз, сөйтіп барып жүреміз. Аллах тағала да біз солай. Біз ертең үлкен ақшаны бәріміз қалаймыз, атақты бәріміз қалаймыз. Сен дайынсың ба, әрекеттің бәрін жасап болдың ба, сен дайын кезде тақ еткізеді де шығара салады. Жалпы негізі мен тағы бір осындай бір құрбымды білемін, өзімнің қасымда жүрген. Ол екеуміз енді бастап келе жатқанда, жалпы әншілікте бастап келе жатқанда өте мейірімді қыз еді. Өте мейірімді, жуас, ақ көңіл еді. Кейіннен басына әртүрлі сынақ келгеннен кейін жаңағы ешкімге де ол тура дәл өзің сияқты ешкімге қол жаймаймын, білімімді шыңдаймын деді. Бірақ жасы өсе келе өте қатайып кетті. Жүрегін қатайтып алды. Мен көмектесе алмадым. Неге десеңіз, ешкімге сенбейді, өзім жасаймын дейді, өзім жетем дейді. Исламда жоқ шығар. Оны мен ары тырыстым, бері тырыстым. Сонда бұл жаңағы адамның өзі, болмаса отбасын, болмаса бала шағасын бір нәрседен алып шығу үшін Алла тағала көптеген жаңағы потенциалын ашу үшін жарайды жолын береді, білімін жетілдіреді, жан-жақты әр жерге жүргіздіреді екен, иә. Бірақ адамның таңдауы екен, мен қазір соған бәрін естіп. Ол кісіде жалпы ислам бар ма? Жалпы бар, иә. Жалпы ислам бар. Жалпы исламды сөзіңізді бөлдім, иә. Жалпы біз айтамыз ғой, әр нәрседен бізде по чуть-чуть болу керек. Ислам деген нәрсені көп адам ойлайды, тек намазбен ғана шектейді. Ал мен дәл осы жөнінде білім алғанымда, исламда жалпы соғыс туралы көп айтады да. Мысалы, анда соғыс болған, мында соғыс болған. Жалпы исламда соғыс болған сағат 18-ақ сағат екен. Ал қалған нәрсенің барлығы әйелмен қалай қарым-қатынасты құру, баламен қалай қарым-қатынасты құру. Әйелдің ақшасы не? Еркектің ақшасы не? Еркектің міндеті не? Әйелдің міндеті не? Осы нәрсенің барлығы бізде Құранда жазылып тұр негізі. Құран бізге мысалы қазір біз конституциямызды білмесек сотталып кетеміз. Қызылға өтіп кетсек, оның ущербін аламыз. Ал неге біз дәл өзіміздің мысалы да отбасымызға керек құндылықты неге оқымаймыз, ашпаймыз? Өйткені отношенияға ешкім жұмыс жасағысы келмейді. Бәрі бір тараптан болып кеткен. Отношения деген ол сен мен менің вин жасайтын жұмыс ол. Әйел ғана оған міндетті емес. Әйелдің ақшасы өзінікі, еркектікі, отбасыныкі. Ол заң солай. Сонда сол құрбымның жаңағы өмірде қазір қатайып кеткенін, қатты былай қарап отырсам, ешкімге сенбейді. Біреуде бірдеңе болып жатыр, біреуде бірдеңе нетіп жатыр. Жоқ, ол олай болмау керек, ол былай болу керек деген ұстанымға тұрып алған. Жаңағы оның білімі жоқ деп те прям осылайынан айта салады. Мен айтам, сен оны жай бүйтіп ақырындап айтсаң, енді анаған көңіліне тиіп қалады ғой. Көңіліне қара, кішкене де болсын десем, ештеңе етпейді, мен де сөйткем деген сияқты. Сонда жалпы қарап отырсам, адам солай таңдады, таңдауы солай кетті. Саған қарап отырсам, сен мейірімділікті де, отбасылық жаңағы аяулы ұстап отыру, уют дейді ғой, жалпы отбасын солай ұстап отыру, жолдасыңа, балаларға, халыққа береріңнің бәрін әр қайсысын былай орнына қойып, сонымен келе жатқан адам екен. Шайдан алып отырыңыздар, әңгімеміз әдемі кетіп жатыр. Медина шайы қалай болып жатыр сізге? Күшті. Көп сөйлегесін ба, аузым кеуіп, күшті кетіп жатыр. Мен құйған шайларым онша емес, негізі мөлдір құйса осындай дәмді болады. Неғып екенін білмеймін десе. Себебі мөлдір су деп қойсаң. Ал шайдан алып мөлдір шайдың деп қойсайшы. Гүлзира ханым, шай ішіңіз. Мөлдір су деп қояды. Мөлдірмен танысқалы телефоныма жазып қойған екен, мөлдіреген деп жазып қойыппын. Енді қараңыздар, көрерменнен сұрақ келді ма? Тағы бір сұрақ келіп түскен екен, бүгін қонағымыз барлығына қызық болып жатыр. Кеттік, сұрақты оқиық. Сәлеметсіз бе, әпкелер, 30-дан кейін күйеуге шықтым. 2 бала туып шашылып қалдым. Қалай жиналамын? Арықтаудан бастаймын ба, әлде психологтан бастаймын ба? Күйеуім анау дым қолдау жоқ. Бала туған соң өзгеріп шыға келді. Отбасымды қалай сақтаймын? Басымда хаос депті. Қазір көп адам ата-енесімен де тұрмайды, Мен ата-енемен. Жоқ, әйелдердің ең ақымақтығы да. Қазір де тұрам. Әйелдердің ең Гүлзира ханым сөйлесінші ол сәтте. Ата-ене деген тақырып қозғағанда елең ете қалды бұл кісі. Жоқ, қазір келіндердің ең қатты қателесетіні, қалай айтсам болады, өзінен көрмейді да, өзгеден көріп бітеді. Или күйеуінен көріп бітеді, или ата-енесінен көріп бітеді. Ол ең дұрыс емес нәрсе негізі. Өзің мықты болсаң бәрін жасап аласың. Сол үшін керек емес, күйеуім бүйтпеді, маған қарамады, енем бүйтіп қойды деген ол дұрыс емес. Өзің ақылдысың ба,
бәрін мықты қылып аласың. Өзіңнен көру керек бәрін. Бірінші кінәні адам өзінен іздеу керек ше. Өзің мықты болсаң, всегда вот. Былай айтайын да, өзің жақсы болсаң, жаныңдағының бәрі жақсы дейді. Өзің жаман болсаң, жақсы болуға болмайды. бәрі жаман. Бәрін жамандап кетсің, ана бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты деп. Так что өзіңіз жақсы болсаңыз, бәрі жақсы. Мен енемен бірге тұрам, әлде де. Мысалы, талай ененің тәрбиесін көрдік. Талай рет мысалы айтады ғой, енді ене әр сөзінде, мысалы, маған ана келімін маған сыйлық бермеген осы уақытқа дейін деген кезде маған ол тиеді. Болды, все. Значит, мен беруім керек. Деген нәрсені мен өзім маған айтпай қойсын, мен өзім алып барамын. Бірақ талай рет мен өзім таңдауымды алуым керек деп бетіме лақтырған кезде болды. Бірақ мен қазір ол кісіні жек көрмеймін. Өйткені ол кісі мен сол нәрселерден өту арқылы мен өзімді табуыма, өзімді шыңдауыма, мен өзімді көруіме үлкен мұғалім ғой. Негізі қазір біздің өмірімізде кездесіп жатқан адамның барлығы жайдан жай кездесіп жатқан жоқ. Біз одан бір нәрсені үйреніп жатырмыз. Баладан да бір нәрсе үйреніп жатырмыз. Күйеуден де бір нәрсе үйреніп жатырмыз. Енемізде де бәр нәрсе бізді үйретті. Қазір мысалы мен осы туралы пост шығарамын, рилс шығарамын ғой, мысалы. Қыздар мен мысалы ене маған мынандай істеді, талай оқуымыздың ақшасын да әкетіп қалды мысалы да, енді болады ғой ондай нәрсе. Бірақ мен осы нәрсенің бәрін ашық жазам. Бірақ мен айтам, бұның артында бұл менің өткен жолым, қыздар. Мен айтам да, мен айтпасам өмірімді әдемі қылып мен көрсетсем, анау көрсетсе өмірін күшті қылып, мен бәрі жеткен жетістікті ғана көреді. Ал мен сол жолдарымды айтсам, бәрі айтады. Ой, сен енеңді жамандап жатсың. Мен енемді жамандамаймын. Ол менің өмірімдегі ұстаз. Менің өмірімде болған ұстаз. Мен сол арқылы мен ендігі өзімнің балама келініме қалай болу керек екенін үйрендім. Ол болмаса мен үйренбес едім да. Мен де бәлкім солай болар ма едім да. А мен қазір отырмын, мен айтам, енем рахмет, осындай мен зато соның ішінен шыққан баламен өмір сүріп жатырмын ғой. Оның жаңағы баласы жақсы да, бірге төсектес боласың да, содан туасың да, бірақ мамасы жаман ба? Мен қазір өзім әке-шешем жоқ. Мен барынша сол кісінің ризығын алып қалуға, ризашылығын алып қалуға тырысам. Қандай болса да. Маған соның баласын сол туып берді, болды. Бітті. Әңгіме сол. Одан 6 ұрпақ сүйіп отырмын десеңші. 6 ұрпақ сүйіп отырмын. Қаны бар оның, менің балаларымда соның қаны бар. Жаңағы сіңілімізге қалай шығамын дейді. Психологиялық жолмен шығам ба? Мынау ми ол кісіде. Салмақ көбейіп кетуі де ми. Әйел бірінші ішкі жетіспеушілік болған кезде салмақ қоса береді. Іште ода жетіспеушілік болғаннан кейін көбісі кейде айтып жатады ғой, мысалы, аузын тияды, басқа қылады, ол қайтадан семіріп кетеді. Потому что оның ішкі жан дүниесі сол. Әйтпесе мысалы менің үйімде, менің әпкелерімде, ағаларымда бәрі толық. Әкем айтатын, мыналарды домалатып мінгізесің машинаға, домалатып түсіресің деп. Мысалы, сол кезде маған күйеуім айтатын, сен семіріп кетпеші деп. Уайымдама дейтінмін ғой. Сол сияқты ғой. Сондықтан бүкіл нәрсе біздің ішімізде. Айналаңызды іздемей-ақ қойыңыз. Айнала біздің айнамыз деген нәрсенің барлығы осы. Все. Сосын кейін мен байқайтыным, андай өзінің толықтығынан қатты ыңғайсыздана беретінше, жаңағы бассейнге барса да жаңағы жұрттың көзінше суға түспей, намыстанып, енді ол көйлек кисе де сол толықтығы байқалып тұр ғой, бірақ өздері көрсеткісі келмейді да. Сөйтіп намыстанған сайын, сөйтіп уайымдаған сайын, олар еш уақытта азбайтын сияқты. Дұрыс айтасыз. Өзін қабылдамай тұр ғой. Өзін қабылдамай тұрғасын, азбайтын сияқты. Сол үшін адам өзін қабылдау керек сияқты. Толықтығымен. Главный адам денсау болса болды емес па? Ана жерім, артық мына жерім татық деп намыстанудың қажеті жоқ. Құдайдың берген несі. Сол жаңағы денеңдегі бір аяғын айырылып қалсаң не боласың, дұрыс па? Или бір көзін айырылып қалсаң не боласың? Толық болса да денің сау болсын. Мысалы айтамыз ғой, мысалы денің сау болсын, толық болсаң да деп айтып жатырмыз ғой, бірақ оны адам естімейді. Африкада ше, Африкада анау балдардың бәрі құр сүйегі жатыр ғой. Бір жаңағы етке зар болып, кішкене майға зар болып, Африкада қаншама балдар аштан жатыр ғой, мысалға. Құдай сақтасын. Мынау тоқтықта жүріп, әйтеуір дені сау болып жүріп, толық болса да өзін жарасымды толықтығы. Ана асқазанын алдырып тастайын деп, мысалы, қанша адамдар өмірден өтіп отыр. Сау адамның басындағы тәжді ауру ғана көре алады дейді ғой жаңағы. Мысалы, мен балам ауырған кезде, мен оған дейін маған ойбай, коттедж керек, андай вилла керек, мен де андай жерде тұруым керек деп ойлайтын. Бірақ Аллах тағала мені бір-ақ бөлмеге сыйғызып қойды. Сол бөлмеге ет астым, сол бөлмеге бүкіл қазақ түріктің, мені профессорлардың әйелдер үйлеріне шақырды мені сол кезде ше. Өйткені ана профессорлар жаңағы пациенттерін қарап отырады ғой жаңағы. Мен енді блогерлікпен ана баламның укол алып жатқанын, оның ауырғанын, басқасын бәрін салам ғой. Сөйтсе ана енді күйеуінің енді
жұмысын қарайды ғой әйелдері. Сонда мына пациентканы шақырайықшы, баласы екеуін қандай сүйкімді деп, сонда мені қазақтарым шақырған жоқ, мені сол түріктің үйлері жерге отырғызып қойып, солардың несімен, ол кезде карантин болса да, олар ұялған жоқ. Мысалы, оларда миларында шектеу жоқ. Мен көп нәрсе үйреніп келдім Түркияда. 9 ай тұрдым. Түркияда тұрып, жаңағы одноразовый посудаға жайып тастайды. Сөйтеді, біз кеткеннен кейін одноразовый посуданы лақтырып тастайды, болды. Сонда мен өзім мысалы күнделік жүргіземін, 3 күнделік жазам. Әлі кешін жазып келе жатырмын. Сонда жазатыным, Аллахым, мен әлемдерді аралап жүріп жұмыс жасап, сенің үмметтеріңе пайдалы болып, тарихта қалатын әйелдерден болайыншы деп жазамын. Және сол сен не нәрсе сұрайсың запросыңа, сол нәрсені айналаңа әкеле береді екен ғой. Сөйтіп әлемдерде де тұрып жұмыс жасап көріп жатырмын. Әлемге атақты болыңыз енді. Қоғамға пайдасын берер, қанша аналарға мотивация болатын. Жаңа мен бүгінгі эфир өзіме қатты ұнап жатыр. Екеуміздің көп ойларымыз бірдей екен ғой. Ана бірінші кезде қайраққа біреу тиіссе мен вообще жаным шығып кететін ғой. Сразу астына жазатынмын да, уже ашумен отырып жазамын да, негізінше сол кезде. Өйткені балама тиіссе, мен тура сол адам жеп қоюға дайын тұратын. Өзіме тиісе берсін, өзіме деп қоя салам, ал балама келген кезде, өйткені таңнан кешін сізді қараңызшы, жан қиналысын көремін баламның, күнін ұйықтамағанын көремін. Бәрін көзіммен көріп тұрмын ғой енді Қайраттың қандай екен. Мен соған тиіскен кезде, мен тура сол адамды жеп, жұтып қоюға дайын тұратын да. Сол кезде мен айтатын, ана еріксіп жазасы боласың өз кезде. Менің балам тарихта алады, не істей сал депші. Жоқ, не нәрсені айтасың, не нәрсені айтасың, сол нәрсе болады ғой, тарихта қалып жатыр ғой, міне шүкір. Ол нәрсеге де жете алмай жатқан, ол арман ғой біреулерге, мысалы. Мысалы, жаңа айтып жатырмыз ғой, осы өмірді тозақ, жәннат деп жатамыз ғой негізінде. Ертең сен қазір осы өмірде дұрыс жасамасаң, тозаққа түсесің, артық сөйлеп қойсаң, бүйтесің деп жатады. Жәннат пен тозақ біздің осы өмірімізде жасалып жатыр негізінде. Жәннат деген не? Ана мен баланы мысалы қарасаңыздар, ана мен бала екеуінің махаббатын жаңа мына кісінің сөзінен шығып жатыр да, екеуін ешкім түсіндіріп бере алмайды ол нәрсені. Ол жәннаттың біз 1% түсіндіріп тұр екен. Балаңды қазір отқа тасташы десе тастай алмайды. Өзі түсіреді бұл кісі ше, жаңағы өзі түсіп тұр ғой. Мысалы бұл кісі соның 1%-ін сезініп тұрды. Бұл жұмақтың бізге беретін, ал 99%-ын сол жаққа барған кезде сезінеміз да. Ал тозақ деген не? Тозақ деген біздің осы жақтағы жаман емес мысалы. Мысалы сіздің жаныңыздан бір жаныңыз, туысқаныңыз өмірден өткен кезде бір жеріңіз бір ауырып тұрған сезесіз ғой. Бірақ сіз ешкімге айтып түсіндіре алмайсыз, бірақ бір қай жеріңіз ауырып тұрған. Мен тозақтың 1% сезініп тұр да бізге. Ал 99%-ын бүкіл жасаған амалымыздың барлығын сол жақта көреміз. Так что тозақ, жәннат деген осы өмірде біздің қазіргі жасап жатқан амалдарымыздан көрінеді. Пиғылымыз, ниетіміз, берем десең көбейесің. Берем десең береді, берем десең көбейесің. Соған қарай рахат өмірді де сүреміз. Рахат өмір сүріп жатқанда жәннат қой. Бүгінгі шайымыздың бүгінгі эфиріміздің шақырамыз. Өте білімді осындай жандардың қонақ болып жатқаны бізді жәннат айтайын ба? Ең күшті жәнат немереңнің есін ескергенде ғой. Жылысты болсын. Ал бүгінгі эфирімізді қорытындылай келе, әркім өзінің бір қорытынды ойын білдіріп кетсе. Бірінші Гүлзира ханым сізден бастайық. Бүгін түрлі тақырыптарды қозғадық, әлі де көп әңгімелескіміз келіп жатыр, әлі де шай ішкіміз келіп отыр. Дегенмен де уақыттың шектеуі бар. Сен өзің айт, ең соңынан мен жабайын да, Роза Мәссам, мен дайын болмап едім. Мен дайын емеспін деп қойсаңызшы. Жалпы мен айтайын енді. Қарлығаштан көп нәрсені көріп отырғаным. Себебі мен ең алғаш блогерлік жүзе бастадым ғой, сол кезден бастап қарап отырдым. Бірақ өзімде тура сол карантин уақытында денсаулығыма байланысты парақшамды жауып тастағам. Бір күні ашып қарайыншы, осы қызды ашып қарайыншы деген кезде жаңа балаңның ем домы менен Түркияда жүр екенсің. Сол кезде мен жаздым. Жалпы балаңның денсаулығы қалай болды? Мен уже 1 айда, 2 айда сені қарамай қалдым. Саған қандай да бір көмек керек па деген кезде Алланың қалауымен Алла мені қолдап жатыр деп маған жауап жаздың. Мен сондай риза болдым. Бірақ соған көмектесуге, жалпы қолдауға мен дайын болғанмын. Жалпы қазақ қызының қазіргі бүгінгі тақырыбымыздың, бүгінгі шайымыздың, шайдың қыздарының бүгінгі әңгімесінің жалпы қазақ қыздарының сауатты болуы. Жалпы қазақ қыздарының отбасындағы сауаттылығы, туған туыспен сауаттылығы, бұның барлықтары жан жақты қазақ қызының өзінің жалпы табиғатын жоғалтпай қарап отыруына керек екеніне көзім жетіп отыр. Тамаша.
өте ризамын келіп отырғаныңа, иә, өсіп өніп берерің мол болсын. Кітапты екінің бірі жазып жатыр қазір, бірақ та алып оқимын, осыдан бір үлгі болады ау деген сіңілдеріміз, келіндеріміз, жалпы халықтың ортасында жас өлшем бірлігіне қарамай осылай дамуына себепкер бола бер деп айтқым келеді. Гүлзира ханым, өзіңіз қорытындылайсыз ба әлде? Жоқ, айтайын. Жоқ, мен көп айтып, иә. Айта ғой. Үлкен буын отыр, орта буын отыр. Отырып мен енді ақылшын отырғаным дұрыс болмас. Қарлығаш ханымның жаңағы айтып отырмын ғой, берген мотивациясы қысқа ғана уақытта енеге деген қарағатынасы, ешкімге ренжімейтіндігі, ешкімнен көмек қолын күтпеу керек екендігін, тағы да басқа көптеген тақырыптар тез шет жағасын ғана айтып өттік. Тағы да келесі кездескенде әңгімелесе отырармыз. Осы сәтте бірден сыйлығымызды ұсынайын. Шайдың қыздары жобасының демеушісі. Бізді өз шаймен қуантып отқан, ыстық шаймен жанымызды жадыратып отырған Медина шайы сізге сыйлыққа. Ал Гүлзира ханым тыңдайық. Келгеніңізге рахмет айтамыз. Қарлығашпен мен айтып отырмын ғой, уже 20 жыл болды танысып отқаныма. Қуанышқа тұрмысқа шыққан кезінен бастап білем. Және бұның пысықтығына ылғи тәнтімін. Көбіне жасап жатқан жұмыстарын көрген кезде өзіме қатты ұқсататынымды рас, оны өзіне де айтып жүрмін. Қалай мен өзім жас кезімде ұқсатамын депті. Ең маған қатты ұнағаны Қарлығаштың қандай жағдай болғанда да күйеуін жамандап, не енесін жамандап, олардан бір мінезде жатқан жоқ та. Сосын жаңа балам ауырғанда жан-жақтан сұрадым деді ғой енді. Сонда да жаңағы олардың бірау жауап бермегенінің өзіне өкпелеп отқан жоқ, оның барлығына мен шыңдалдым деп отқан ұнатты. Өйткені соңғы кезде мен көп жазамын да, жаңағы отбасымызға тиіскен кезде, ал солай болмағанда ол қалай шыңдалатын еді деген сияқты ше. Ол да шыңдалу керек қой деп ше. Өйткені біздің ұрпағымызды жетілдіретін біздің ұл-қыздарымыз ғой, келіндеріміз, дұрыс па? Оларға біз итақта қиындық көрсеткіміз келмейді. Біздің кезіміздегідей олар жаңағы қайтсем үй аламын, қайтсем мына квартирадан ана дұрыстау квартираға көшеді екенмін, ең болғанда жатақханадан бір квартираға көшсем ғой, бір орыстың бір несі болса да деп, орыс ағайындардың жаңағы времянкасы болса да деп армандадық қой кезінде мысалға. Одан үйді армандадық. Сол сияқты армандап жаңағы қайтсем жетем деген жоқ қой енді қазір жастар ше. Бір қасық алсақ та біз күйеуімізден қуана білдік мысалға. Қазір енді көбісінікі дайын асқа тік қасық. Тұрмысқа қызы шыға ма, үйін дайындап беруге, көлігін алып беруге тырысады ата-анасы. Баласы үйленіп жатыр ма, оған да жағдай жасап беруге тырысады ата-анасы. Көп нәрсені дайындап береміз да. Біздің кезімізде бізге ата-анамыз дайындап берген жоқ қой. Әйтпесе бәрінде бір-бір сиырын ауыстырып, бір-бір жер алып қойға шамасы жетті. Бірақ оны ойлаған жоқ, ол әрқайсысы өзінің өмірін сүріп кетеді деп. Керісінше үлкен бала сол бақ бергеннен кейін негізі Алла бақ береді бір әулеттен бір адамға дейді ғой, соны сынаққа береді. Өйткені ол бауырларына көмектесе ала ма, ата-анасына көмектесе алады ма, мынау ең соңында жаңа еліне, өзіңнің отбасынан бастайсың, сосын елге қандай көмек береді деген сияқты сондай сынақта болады екен да, ол тапқан табысымен. Сондай мысалға жаңағы тауып атқан балаңның табысы, мысалға жаңағы жастардың қазір барлығында табысы, қазір көбіне жаңа дайын асқа тік қасық демекші, барлығы дайыннан ағырап алып кетсе дейсің, болды. Ал енді біздің кезіміздегі қиындықтарды қазір жастар көріп атқан жоқ. Мүмкін көріп атқандар бар шығар енді, олар да мүмкін, бірақ көпшілігі ата-анасы дайындап беріп жатыр. Сол жаңағы қалай айтсам болады, осы қандай болған жағдайда да сол жастарымыз осының барлығын ұғынса екен, таңнан кешке дейін өсегіз деп біреуді кінәлап, ананың енесінің кесірі, мынаның күйеуінің кесірі, биткеннен кейін сөйткен деген дұрыс емес негізше. Әр адам барлығын өзінен көріп, соған қарап, жаңа айттың ғой, сен өте мықты айттың. Олардың барлығы маған сабақ болды. Енем маған ұстаз болды деп тұрсың ғой. Соны әр адам ата-анасын өзінің ұстазым деп сезінсе, жаңағы ақша төлеп, жаңағы біреудің алдап қойған сабағын алып, мынау менің ұстазым дегенше, ақылды өзіңнің ата-енеңнен, анаңнан ала берсе, ол саған былай сабақ қой, дұрыс па? Басқаша алғың келіп барады ма, кітабыңды оқы. Сол адамдардың барлығы кітабын оқып, содан өзі ішінен керек-керегін алып, саған сабақ үйретіп барып, жаңағы өзінің несін алады, нәпақасын алады да, білімін берген үшін. Қажеттісін алады, сол сияқты, енді мен саған қатты жаңағы тәнті болып отқаным,
сенің осы жаста болса ақылдылығың деп тұрмын да. Сол сенің айтқан әрбір сөзің мына жас келіндерге үлгі болсын. Мен бүгін сені осы жерде сенің болғаныңа қатты қуанып отырмын, өйткені өзімізге керекті сөздің түйіндерін сенің бойынан біз таба алдық. Тамаша. Ал Қарлығаш ханым, қорытынды сөзіңіз, сонымен эфиріміздің мен енді мына жерде шайдың қыздары деп жатырмыз ғой. Енді шайдың басында бүкіл нәрсе дауда, басқа да шайдың басында шешілген. Сондықтан да мына қазір қыздар көбінде мына ер мен әйелдің арасындағы нәрсе үлкен резонансқа келіп тұр. Күйеулеріне ренжіп, маған мынандай бола алмадың, сен маған мынандай сыйлық бере алмадың деп. Қыздар, негізгі біздің күйеуіміздің міндеті, біздің ертеңгі күнгі тамағымыз табылса, сол оның міндеті сол ғана да. Ал сенің қалауыңдағы картең, шубаң, басқаң, елдікіндей болу, ол оның міндеті емес. Егер сен сондай өмірді қалайсың ба, онда өзің тұрып әрекет жаса. Сен миссияң сол. Мүмкіндік, қабірдің есігі жабылғанға дейін мүмкіндік бар. Супер. Бізге қонаққа келгеніңе көп рахмет. Енді Алла бұйырса келесі жолы да Шайдың қыздары подкастында Гүлзира ханымның ырымдап үйін алған деп айтып отырамыз. Сол кісінің жолымен жүрген деп, Қарлығаш келіні осылай келіп қапты деп тағы бір неде. Ырымдау деген жақсы ғой негізі. Жаңағы мен білмей тұрған Алланың бір сондай бір ырымы шығар мысалда. Мен мысалы Гүлзира әпкеге қанша тәнтімін, мысалы ол кісінің негізгі білінбейтін күші көп қой негізі. Ана 3 еркек артында тұрған, мысалы 4 негізінде, мысалы жолдасының артында тұрған білінбей тұрған қаншама күші бар. Сондықтан да қазір мына ұзату жасағанда да, қызды шығарып салғанда да оның тағдырына қараңыздар. Өйткені мен өзім кітабым шығарар кезде де, мен де осы кітабымның тұсауын кесетін кезде кім жаңа Баужан Момышұлының Зейнеп Ахметова апамызға бардым. Ол кісінің батасын алғым келді. Өйткені жаңағыдай көрегенділігі, білімділігі, оның маған сол жұқса екен деген ниетім болды. Сонда маған айтты да, мені бір рет жаңағы бесікке салдыруға мені шақырып еді деді жаңағы. Сонда бүкіл жаңағы әулет болып бәрі жиналып отыр, сөйтіп бесікке салайын деп жатқан кезде, мен бірақ құрсақтымын. Мен бір құрсақтыға маған салғызбаңдар. Сендер осы құрсағы көп адамды, өйткені ырым деген нәрсе ол өмірде келеді деп. Сондықтан да отбасына кім, қандай, соған мән беріңіздер деп айтар едім. Оны просто так деп қарамаңыздар. Жақсы. Тамаша. Ал енді келесі кездескенше дейік қыздар. Шай ішіп, шайдың қыздарымен жүре берейік бәріміз. Бізбен бірге болғандарыңызға мың алғыс, жақсылықта жүздескенше. Сізге үлкен рахмет, сіздерге рахмет. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.